Ассаламуалейкум, Металл Кезет каналын тіркелушілер және қонақтар. Бүгінгі роликте біздер осындай светильникті ашамыз. Кәдімгідей светильник, мынандай тек сағаты бар. Мен енді әдеттегідей камераны айырамын. Мына шуруптарды ашайын. Мында деген 11 шуруп бар мына жерде. 11 шуруп. Мынандай құтақандай жерде. Қызықты. Және мына жерде 4 шуруп. Сонымен бәрі қосқанда 15 шуруп. Бұл қызық нәрсе. Құтақандай затта 15 шуруп. Енді мынаны аштым. Астында мындай әдейі пресс жатыр екен, утяжеление. Салмақ беретін мындай тас бар екен ішінде. Енді мен не істерім? Шуруптарды ақтамда тасты лақтырып тастаймын. Мен тек осы камераны қостым, осыны көрсету үшін. Мінекей. Салмақ қанша болады екен көрейікші. $426 грамм. Мен енді мына жұмысымды жалғастыра берейін. Сағатымды ашайын. Мынаны түгіл бәрін ашып тастайын. Сосын қайтып қосыламын. Құрметті достар, міне светильнигімізді жайлап бұзылып келе жатыр. Мынау енді отражатель. Алюминий ба, нержавейка ма, что-то түсінбей қалдым. Бірақ меніңше бір алюминий сияқты мына. Салмақтан, алюминий. Так, мынау механизм. Жүрейін. Беріп қалпсу керекпіз. Мына ішінде мына жерде гайкасы жалғап тұр. Мына жерде сондай. Екі жақ гайканы алып тастап, ішінде мынандай шлангыны алып тастаймын. Кейіннен. Так, іштері мінекей осы. Азғантай сым дегендей. Мына механизм, сағаттың механизмі. Батарейкеден кислотасы ағып кеткен. Негізі мынаны да ашып жіберуге болатын еді. Қызық үшін көрейік. Ішінде не бар екен, не жоқ екен. Мана сразу ашсам керек еді, что-то ойға келмепті. Ничего, қазір біз ашамыз. Мына қараш қырсықты. Ашқысы келмей ма, не пәлем ма. Жаңа бір шуруп деген әдемі шығып еді, мынау деген қырсықтан отыр. Шықпаймын деп. Так, что с ним церемониться? Так, ішінде дым жоқ екен. Құрметті достар, пластмастан басқа. Қайта мына жерде азғантай алтын болып қалуы мүмкін, бірақ не факт. Міне мынаның астында
азғантай мыс, мынау қоқыс. О да қоқыс. Мына жерде мінекей азғантай мыс бар механизмда. Мынау да мыс. Мүмкін мен мынандай полубочонкілерді алып тастайтын шығармын. Мүмкін. Магнит алмайды. Негізі мындай магнит алмайтын ішінде алтын жалатқан құрамында болады. Значит, мен аны алып қоямын. Мынау да мінекей мына ішінде сондай болу керек, әрине. Кнопканың ішінде күміс контакт болу керек, кейіннен ашармын бұйырса. Ал достар, сонымен обзорымыз бітті. Светильник ашылды. Мына ішінде мындай қызықты, мынандай пресс тас жатты, салмақ беретін. Ол қоқысқа жіберем бәрін. Мынау да қоқыс. Пайдалы заттан азғантай мыс. Мыс болды. Басқа ештеңе жоқ екен. Осымен разборымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз, ауырмаңыз. Жанұяларыңыз аман болсын. Келесі кездескенше, бауырлар, достар. Благодарю за внимание.